Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Балнұр. Бүгін сіздермен дәл осындай өте керемет, дәмді әрі тойымды түске басар дайындаймыз. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Жаңа көрермендер болса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осындай өте жұп-жұмсақ, дәмді етіп жасайтын боламыз. Ең алдымен шұжықтарды теңдей 3 бөлікке бөліп шығамыз. Одан соң картоптарды орташа қалыңдықта кесіп шығамыз. Осындай ағаш таяқша қолданамыз. Таяқшамызға бірінші картопты алып, ішіне шұжықты салып, таяқшаға қыстырып шығамыз. Сіздерге бастан аяқ толықтай жасалу жолын көрсетіп шығамын. Көп уақыттарыңызды алмайды, бар жоғы 10 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Балаларға таңғы асқа жасап берсеңіздер, өте керемет болып шығады. Бұл нағыз балалардың сүйіп жейтін тағамы. Осындай ағаш таяқшаларын кондитерлік дүкеннен алсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, менің арнамнан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта түрлі қолжетімді рецептер болады және ақшалай ойын ойнататын боламын. Сол себептен каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде келесі рецепттердің біреуінде ақшалай ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан мені үзбей бақылап жүріңіздер. Барлығын осылай ағаш таяқшаға қыстырып шығамыз. Бұл түске басардың шығыны өте аз. Дүкендерге сатуға қойсаңыздар өте керемет болады. Шығыны аз болғанымен сіздерге жақсы пайдасын береді. Бұл тағам тек қана кішкентай балалардың ғана емес, үлкендердің де сүйсініп жейтін нағыз дәмді әрі тойымды тағамы болып есептеледі.
Енді дайын болған тіске басарды қызып тұрған майға салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Алдын артын аудара отырып, 7-8 минуттай қуырып аламыз. Өте оңай дайындалады, ешқандай қиындығы жоқ. Ал міне біздің 10 минуттық таңғы асымыз дайын болды. Тез әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызды қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Балнұр. Сау болыңыздар.